амансыз ба әже? Отам. Бұлдыр күн өткен, бұрынғыда күн өткен өзі әже? Сен бір тағы да менен бір әңгіме естейін деп отырсың ба? Бұлдыр күн өткен, бұрынғыдан күн өткен. Батыр да өткен, айбынды. Елін жаудан қорғаған. Батыр ағалым ақыр да өткен қалымдан. Халықтың мұғын сырлаған. Абайжан құлдым, әр заманның өз жерлері бар. Елдің басына қиындық түскенде азаматтар ана халықтың мұң зарын сөзбен жеткізген. Егер ақындар халықтан жақсыны көрсе, халыққа жеткізіп, соны жақсы жеткізген. Халықты батыр қорғаса, елді Батырдың күші білегінде болса, ақынның күші сөзінде болғаны ғой, ә? Дұрыс айтасың бала, дұрыс айтасың. Сөзіңде күш бар. Жақсы сөз адамға дем беріп, мына көңілге неден болады бала. Жақсы сөз халықтың жүрегіне жету. Әже, мен де өскенде халқының сөзін сөйлесем екен. Ботам, сөздің де өз күші бар ғой. Әже, сіз айтқаныңызды ешқашан ұмытпаймын. Жоқ. Бірақ ақын болу үшін көп оқу керек, көп көру керек. Және естігеніңді ұмытпай, мына көңіліңе сақтау керек болады. Өткенін білген адам бүгінгіден бағалап, ертеңгі болжайды. Ал енді ақындар халықтың сөзін сөйлеген соң, ол сөзінде күші болу керек. Сол сөз халықтың жүрегіне жету керек. Дегеніңе жетіп, арманның орындалсын. Ал ақын болу үшін бүгінін өткені білген адам бүгінін бағалап ертеңін ойлайды. Ал Абайжан, өмір жасың ұзақ болсын. Халықтың мына өзіңнің халқыңа жұмыс істе, қызмет ет. Егер халқыңа қызмет етсең, қазағыңа ұл боларсың.